بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Құрметті жамағат, біздер хадис дәрісімізді жалғастырамыз. Біздер хадис дәрісімізде китабул жумағати, жұма кітабы деген тақырыпқа келген едік. Кеше сол тақырыпты бастадық. Бүгін жалғастырамыз. Бірақ бастамастан бұрын кешегі өткен хадистерді еске алып жіберейік. Бірінші хадис өткеніміз жұма туралы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жұмаға баратын болсаңдар, ғұсыл алыңдар деп айтқан хадисін өткен еді, естеріңізде болса. Сол себептен ғұламаларымыз жұма күні ғұсыл алу бекітілген сүннет деп айтқан еді. Одан кейін тағы да сол ғұсыл алуға қатысты хадистер өтті. Сонымен қоса мисуак қолдану, иіс су қолдану жұмаға келген кезде, яғни жұма намазға келерден алдын жуынып шайынып, тісін тазалап, мүмкіндік болса иіс су қолданып, жалпы өте бір жақсы күйде келген абзал екенін осы хадистерден көреміз. Одан кейін нақ бір хадисті өттік, естеріңізде болса. Кімде-кім жұма күні ғұсыл алып кейін мешітке келетін болса, бірінші сағатында келген адам түйе құрбан шалғандай сауап алады дедік. Екінші сағатта келген адам сиырды құрбан шалғандай сауап алады дедік. Үшінші сағатында келген адам мүйізі бар қошқарды құрбан шалғандай сауап алады. Төртінші сағатында келген адам тауықты құрбан шалғандай сауап алады. Және бесінші сағатта келген адам жұмыртқаны құрбан шалғандай сауап алады деді. Және имам мінберге шыққан кезде періштелер сол мінбердегі құтпаны тыңдау үшін тоқтайды. Жаңағы жазып жатқан амалдарын. Өйткені періштелер жұмаға келген адамдардың тізімін жазып тұрады екен. Кім бірінші келді, кім екінші келді деген секілді тізімдерді жазып тұрады екен. Енді бүгінгі өтетін хадистер Ан Аби Хурайра радиаллаху анху ан Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам аннаху қал. Абу Хурайра, Аллахудан разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бір хадис жеткізеді. Ида қулта ли сахибака ансит яумал жумаати вал имаму яхтубу фақад лағаута. Жұма күні имам құтпа айтып отқан кезде қасындағы адамға тыныш тұр деп айтатын болсаң, онда бос сөз сөйледің деген хадис. Яғни имам жұма күні құтпаға шығады, мінберге шығып құтпа оқып отқан кезде қасында екі адам сөйлесіп отқан болса, немесе телефонмен сөйлесіп отқан болса, сол адамға тыныш тұр деп айтқан болсаң да бос сөз сөйлеген болдың деген хадис. Міне осы хадисте тыныш тұр деген сөзі түсіндіреді. Яғни сөйлеме деген мағына білдіреді дейді шархында. Мысалы, қашан Құран оқылса, оны тыңдаңдар және үндемеңдер деген Ағраф сүресінің 204 аятын келтірген осы жерде. Яғни үндеме деп айту жаңағы қасындағы кісіге. Сол айтқан болсаңыз, сол сөздің өзі бос сөз болып табылады дейді. Сол үшін де осы хадистен бізге шығарады, имам құтпаға шыққан кезде жаңағы қасындағы адамдарды тынышталдырудың өзі бос сөзге жататындығын. Өйткені имам құтпаға шыққан кезде оның құтпасына кедергі болуыңыз мүмкін, құтпасының мағынасын бұрмалап жіберуіңіз мүмкін сіздің сөзіңіз.
Және осы хадистен алатын тағы да пайда, мұсылмандар имам хұтпаға шыққан кезде сөйлеуден тыйылуы керек. Мүлдем сөйлеуден тыйылуы керек. Тіпті бір адамды жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыятын болсаң да сөйлеуге болмайды. Енді тағы да ғұламалардың пікірлерін келтірген. Енді сөйлемеу, бірақ бір адамға бір нәрсе түсіндіру керек болса, мысалы бір адам сөйлеп жатқан кезде оны сөйлеме деп айтуға болмайды деп жатыр ғой. Бірақ енді қалай біз оған сөйлемеу керек екендігін жеткіземіз десе, саусағыңмен бағанағы аузыңа тақап ишара білдіруге болады дейді. Яғни сөйлеме деген ишараны саусақпен білдіруге болады деп келтірген. Немесе қолымен бір оның бағанағы денесінен қолынан ұстап бағанағы өзіңе қаратып, сосын үндемей деген секілді саусақпен ишара білдіруге рұқсат береді. Ал былай өзің сөйлеме деп айтуға болмайды екен. Келесі хадис. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллама закара йаумал джумати. Абу Хурайра, Аллахтан разы болсын, айтып жатыр, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам жұма күні туралы хадис айтып жатыр дейді. Фақала, және айтып жатыр, былай деді: фихи сағатун, сол жұма күні сондай бір сағат бар, ла юафиқуха абдун муслимун ва хуа юсалли ясалуллаха шай'ан илля атаху ияху. Енді сол сәтке, сол сағатқа мұсылман құлдың намаз оқыған кездегі жасаған дұғасы сәйкес келіп қалса, сол дұғасы міндетті түрде қабыл болады, сұраған нәрсесі беріледі дейді. Міне осындай хадис. Енді бұл хадистен көріп тұрғанымыздай, Аллах Тағала бізге, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге хабар беріп жатыр, жұма күні сондай сәт бар. Сол сәтте мұсылман адамның дұғасы қабыл болатын сәт дейді. Міне сол сәтке сіздің дұғаңыз сәйкес келіп жатса, ол сәтте дұғаңыз міндетті түрде қабыл болады. Енді бұл қай сәт дейтін болсақ, бұл хадистің шархында айтады: мә байна жүлусул имам алал минбари иля ан туқдас салату. Имам минберге шығып отырады ғой. Сол отырғаннан отырып намаз бітіргенге дейінгі аралық деп пайымдайды. Дәл сол уақыт деп айта алмайды ешкім. Сол сәт осы уақыт болуы мүмкін деп айтады. Және осыған қатысты мына бір хадисті жеткізеді. Келесі хадис. Ан Абдулла ибн Умар аннаху қал ли Аби Бурдата ибн Аби Муса ал-Аш'ари. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума Абу Муса ал-Аш'ариға, соның баласы Аби Бурдаға айтқан екен: Асами'та абака юхаддису ан Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям фи ша'ни сағатил джумати. Сен әкеңнен естімеп пе едің пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан бір хадис жеткізгендігін жұмадағы дұға қабыл болатын сәт туралы деп. Қала культу, нағам, естідім деп айттым дейді. Сами'туху яқулу, оның былай деп айтқандығын естідім. Сами'ту, ол айтты, естідім деді Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям яқул, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқандығын: яма байна ан яджлисал имам иля ан туқдас салату. Имам, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтты дейді. Міне бұны Аби Муса ал-Аш'ари айтқан баласына. Міне, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқандығын естідім деп жатыр Абу Муса ал-Аш'ари. Ол уақыт имам мінберге шығып отырғаннан бастап иля ан туқдас салату, намаз біткенге дейінгі аралық деп айтқандығын жеткізіп жатыр. Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты деп сахабалар жеткізіп жатыр бізге. Енді имам Науави рахимахулла былай дейді: ихталафас салафу фи вақти хадиги сағати. Енді алдыңғы ғұламалар осы сәттің қай уақыт екендігіне әртүрлі пікірлер айтқан дейді.
Енді бірінші пікір, сол біріншісі хия min хини хуружил имам иля интахи сола, имамның шыққаннан бастап намаз біткенге дейінгі уақыт деген бірінші пікір. Екінші пікір min ба'дил асри иля ғуруби шамс, жұма күні аср намаздан кейін күн батқанға дейінгі аралықтағы уақытты айтқан екен. Екінші пікір бұл. Үшінші пікір бар, хия min тулу'ил фаджри иля тулу'иш шамс, ол таң намазы кіргеннен күн шыққанға дейінгі уақыт дейді. Таң намазының уақыты кіріп, күн шыққан. Жұма күні таң намаз кіріп, күн шыққанға дейінгі аралықта сол жұманың дұғасы қабыл болатын сәт деп келтірген. Төртінші пікір, хия ахиру сағатин мин яумил жумаа, жұманың соңғы сағаттары. Яғни сол жаңағы шам намаз тақылғанда, шам намаз күн батқаннан бастап деген секілді ғой. Жұма аяқталды, келесі күн басталды деген секілді. Яғни жұманың соңғы сәттері, уақыттары деп айтқан екен. Енді бесінші пікір бар, ол сол күні бойы жасырылған дейді. Жұма күні түгелдей сол күні бойы сол сәйкес келетін, дұға қабыл болатын уақыт жасырылған. Сондықтан сол күннің әрбір сәттерінде дұға қылып қалуға тырысу. Енді ең дұрыс пікірін айтқан, ең дұрысы сол имам Муслимнің осы кітапта келген Абу Муса ал-Ашғариден жеткен жаңағы хадисті келтіреді. Өйткені ең сахих жолмен жеткен дейді осы пікір. Жаңағы имамның құтбаға шыққаннан бастап намаз біткенге дейінгі аралық сол дұға қабыл болатын уақыт деп айтқан. Енді ең дұрыс біздің қолымыздан келетін нәрсе осының барлығын қолдану. Жаңа имамның құтбаға шыққан уақытында сіз сол уақытты бос жібермей дұға қылып қалуыңыз, одан кейін асыр мен шамның арасын бос жіберіп қалмай сол уақытты да дұға қылып қалуыңыз. Жаңа мешітте жұма күні сол жұма намаз оқыдың, енді асырды да сол мешітте оқыңыз. Сосын асырдан кейін де жақсылап дұға қылыңыз. Жаңа жұмада тілеген дұғаңызды асыр намаздан кейін де дұға қылыңыз. Күн батуға жақындағанда дұға қылыңыз. Және жұманың барлық күніне жасырылған деді ғой. Мүмкін жұмадан сол дұға намазы уақытында сұрауыңыз мүмкін. Әйтеуір қай уақытта сіз Раббыңызға жалбарынасыз, сол уақыттардың барлығында осы дұғаларды сұрап қалу. Енді тағы да бір нені келтіреді, жаңағы бұл уақыттың өте қысқа уақыт екендігін айтқан екен. Яғни бұл уақыт бір ұзақ уақыт емес, өте қысқа уақыт, жаңағы дұға қабыл болатын уақыттың. Сондай бір хадисте келеді екен. Яғни қолмен ишара қылып көрсетті деп келеді бір хадистерде. Сол қабыл болатын уақыттың қысқа екендігін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қолмен ишара қылып көрсетті дейді. келесі ан Аби Хурайра радиаллаху анху ан Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям аннаху қал, тағы да Абу Хурайрадан, Аллаху разы болсын, жетеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан мына хадисті бізге риуаят етіп жатыр. Хайру яумин талағат алейхи шамсу яумил жумағати. Күн шыққан күндердің ең хайырлысы ол жұма күні дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Фихи хулиқа адам, ол күні адам жаратылды. Офихи удхила ал-джанната, ол күні адам жәннатқа кіргізілді. Офихи ухрижа минха, ол күні адам жәннаттан шығарылды дейді. Яғни міне Аллах Тағала адам атамызды жұма күні жаратып, жұма күні жәннатқа кіргізіп, жұма күні жәннаттан шығарған екен. Барлығы бір күнде болып қойған. Және сол жұма күні хадисте айтып отқандай ең хайырлы күн шыққан күндердің ең хайырлысы, яғни күндердің сұлтаны деп айтсақ та болады.
Енді бұл хадистің шархында түсіндіреді, жаңа хадисте келген барлық адам атамызға қатысты риуаяттар, осылардың барлығы жұманың абзалдығын көрсетеді дейді. Және міне адам атамыз жәннаттан шығарылды, не үшін? Біздерге сүйінші болу үшін дейді. Ұрпақтары тарау үшін, ұрпақтары дүниеге келу үшін жәннаттан шығарылды. Яғни ол деген не? Бізге берілген үлкен нығмет дейді хадистің шархында. Өйткені Бақара сүресінің 30 аятында Аллах Тағала айтты ғой дейді: «Инни жаиғилун фил арди халифа». Мен жер бетінде орынбасар жаратамын деді, халифа жаратамын деді. Аллах Тағала айтқан жоқ дейді, жаиғилун фил джаннати деп айтқан жоқ дейді. Мен жәннатта халифа жаратамын деп айтқан жоқ дейді. Бәлки жерде жаратамын деп айтты ғой дейді Аллах Тағала. Сондықтан міне адам атамыздың жұма күні жәннаттан шығарылуы, ол артындағы ұрпақтарына берілген үлкен нығмет. Және сол ұрпақтардың ішінен пайғамбарлар шықты, салихалы құлдар шықты, әулиелер шықты дейді. Және момын мұсылмандар шығып жатыр дейді. Бақара сүресінің 30 аяты. Келесі хадис. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху ан Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям аннаху қал. Тағы да Абу Хурайра, Аллахудан разы болсын, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллямнан мына бір хадис жеткізеді: Нахну ал-ахируна ва нахну ас-сабиқуна йаумал джумъати. Йаумал қиямат екен. Біздер қиямет күні былай, нахну ал-ахируна, біздер ең соңғы үмбетпіз дейді. Ва нахну ас-сабиқуна йаумал қиямати. Ал қиямет күні ең алда болатындар біздер дейді. Озаттар біздер дейді. Анна кулла умматин утият al-kitaba min qablina. Yani g'ayra anna деп айтса болады. Яғни барлық үмбеттер оларға кітаптары бізден бұрын берілді дейді. Дұрыс қой, енді бізден бұрын барлық үмбеттер кітаптары берілді. Ва утинаху мин бa'дихим, ал бізге олардан кейін берілді кітап. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له. Енді міне бұл күнді, жұма күнін Аллах Тағала біздің маңдайымызға жазды дейді. Бізді осы жұма күніне тура жолына салды. Ал адамдар бізге осы жұмада ереді дейді. Яһудилер ертең, насаралар бүрсі күні дейді. Мен осындай хадис. Енді бұл хадистің шархын түсіндіреді. Ал-ахируна заманан. Яғни біз осы дүниеде ең соңғы болып ең соңғы заманда біз келдік, мұсылмандар келді. Вассабиқуна фил манзилати вал карамати. Ал жәннаттағы дәреже, құрмет жағынан біз алдамыз дейді. Енді мені қараңыз, бұл хадистің шархында айтады, еумон, сондай жұма күні, сондай күн, азиман, мүбәракан, сондай ұлық, берекелі күн. Еума айдын, және мейрам күн дейді жұма күні. Лиджамиғ әхлі әдиян әс-самауия. Барлық аспаннан түскен діндер үшін жұма мейрам күні болып саналады дейді. Енді Аллах Тағала исламдан түсірді ғой негізі. Бұлар енді яһудилер өздері таңдады. Бізге жұма керек емес деп. Жұманы олар өздері бас тартты олар. Сол секілді насараларда өз еріктерімен жұмадан бас тартты. Жоқ, біз жұманы мейрам қылғымыз келмейді. Бізге ұнамайды жұма күні мейрам болғаны деп өздері таңдады күндерін. Бірақ сол айтып отыр хадистің жарғанда,
яһудилер мен насаралар өздерінің есуастығы себебінен, ақымақтығы себебінен осы жұма күнінің берекесінен құр қалды дейді. Өйткені олар жұма күнін мейрам қылып алуға, Аллаға құлшылық қылатын күн қылып алуды жақтырмады дейді. Сондықтан яһудилер сенбі күнін таңдады, ал насаралар жексенбі күнін таңдады ғой дейді. Ал Аллах Тағала біздерді осы ұлық күнмен қадірімізді көтеріп қойды дейді. Сол үшін бұл күнді айт мейрам күні қылды, құлшылық күні қылды. Және біз бұл күні Аллах Тағаланы зікір етеміз, бұл күні біз жұма намазын оқимыз, және бұл күнде үлкен сауаптарға қол жеткіземіз дейді Аллах Тағаланың қалауымен. Енді біз дүниеге келу жағынан соңғы үмбет болғанымызбен, ал кеңшілік жағынан, дәреже жағынан алғашқы боламыз дейді. Сарқында айтып отырмын. Өйткені жұма біздерге берілді, яһудилерге сенбі берілді, насараларға жексенбі берілді. Енді қараңыз, қиямет күні біздің қиямет күнінің бір күні біздің жыл санауымызбен 1000 жылға сәйкес келеді. Ойлаңыз. Қиямет күнінің бір күні біздің жыл санауымызбен 1000 жылға сәйкес келеді. Сол үшін жаңа адам атамыздың аспанда жұма күні жаратылып, жұма күні жәннатқа кіріп, жұма күні жәннаттан шығып қалып жатқаны сол үшін. 1000 жыл өтем дегенше сондай уақыт өтіп өткен енді. Жұма күні болып қойды. Сол секілді ертең қиямет күні бірінші болып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қабірі ашылады, одан кейін мұсылмандардың қабірі ашылады. Бірінші болып тіріледі мұсылмандар. Және бірінші болып мұсылмандар есеп береді. Оған қатысты да бір хадис келтіреді. Аби Хурайра радиаллаху анху, тағы да Абу Хурайрадан Аллаһу разы болсын, Хузайфа ибн аль-Яман, және Хузайфа ибн аль-Яман деген осы екі сахаба қатар айтып отыр осы хадисте. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, адаллаллаху анал джумаати ман кана қаблана дейді. Аллах Тағала бізден алдыңғы үмбеттерді жұмадан адастырды дейді. Міне хадисте қалай келіп тұр. Аллах Тағала бізден алдыңғы үмбеттерді жұмадан адастырып жіберді. Факана лил-яһуд йаум ас-сабт. Сондықтан яһудилер сенбі күнін таңдады, ва кана лин-насара йаум ал-ахад. Насарлар жексенбі күнін таңдады. Фаджааллаху бина фахадана Аллаху лияум ал-джумаа. Сөйтіп Аллах Тағала біздерді алып келді дейді. Бұл жалған дүниеге. Сосын біздерді осы жұма күніне тура жолға салды. Фаджаал ал-джумаата ва-сабта ва-ахада. Сосын жұма қылды, сенбі қылды, жексенбі қылды. Яғни бірінің артынан бірін келетін күн қылып қойды осы күндерді дейді. وكذلك осылайша хум табаун лана йаум ал-қиямати. Осылайша олар қиямет күні олар бізге ереді дейді. Нахну ал-ахируна мин ахли дуния. Біздер дүние өмірінде соңғы үмбет болып келсек те, вал-аувалуна йаум ал-қиямати ал-мақдию. Ал қиямет күні алғашқы болып есеп береміз дейді. Ал-мақдию лахум қабла ал-халаиқи. Барлық жаратылыстан алдын бізге есеп бірінші басталады. Яғни бізге есеп бірінші басталса, яғни мұсылмандар 1000 жыл есеп береді деген сөз ғой енді. 1000 жыл есеп береді. Сол үшін де хадистерде келеді, байлар дейді, байлар 500 жыл кешігіп келеді дейді мұсылмандар, кедейлерден. Яғни кедейлер 500 жыл бұрын кіріп қояды екен жәннатқа. Байлар кірем дегенше. Неге? Өйткені байлар жаңа дүниесінің есебін беріп жатады. Егер адал жолмен тапқан болса, дүние байлықты адал жолмен тапқан болса, есеп береді. Ойлаңызшы. Арам жолмен тапқан болса, азап болады дейді. Дүниені адал жолмен тапсаңыз, есеп бересіз. Арам жолмен тапсаңыз, азап болады дейді. Міне сол кедейлер 500 жыл бұрын кіреді жәннатқа. Енді 1000 жыл өтсе де әйтеуір байларда сол ішінде есебін аяқталып, оларда жәннатқа кіреді.
Одан кейін келесі мыңжылдықта яһудилер есеп береді. Одан кейін тағы келесі мыңжылдықта насаралар есеп береді. Көрдіңіз ба? Қандай олар үшін ұзақ уақыт күтеді. Біздердің жәннатқа кіріп болғанымызды күтеді. Кіріп болғаннан кейін олар есеп береді. Олардың кезектері келеді. Өйткені олардың күндері жаңа сенбі және жексенбі күндері еді. Міне осы хадистің шархында да осы хадис нені жаңағы түсіндіріп жатыр. Міне дүниеде алғашқы болып келсек те ақыретте, дүниеде соңғы болып келсек те ақыретте алғашқы болып есеп береміз. Міне соны айтып жатыр. Өйткені бірінші болып махшар алаңына жиналатын мұсылмандар бірінші болып есеп береді, бірінші болып үкім оларға беріледі, және бірінші ол жәннатқа кіреді деп айтылып жатыр. Міне енді Аллах Тағала бізге осындай үлкен нығметті нәсіп еткен екен. Мұсылмандарға осындай үлкен нығмет, ең бірінші ол есеп беру, ең бірінші ол жұмаққа кіру. Сол нығметті біз қадірін жетуіміз керек, қадірлей білуіміз керек. Қазір мысалы біздің қаншама мұсылман бауырларымыз осы хақ діннен адасып кетіп жатыр. Әртүрлі дүниенің өздерінің дүние өзіне ұсынылу арқылы сол дүниеге еріп кетіп, дүниеге алданып кетіп, ақыретін ұмытып кетіп жатыр, ақыретін тастап қойып жатыр. Ал бізде осындай үлкен нығмет күтіп тұрғанын олар білмей де қалып жатқан болуы мүмкін. Сондықтан осындай нығметтердің бар екенін біз өзіміздің туысқандарымызға жеткізейік. Дүниеге алданып жүре бермеңіздер. Осындай үлкен нығметтер бар. Сол нығметтен үлес алыңдар. Сол нығметтерге лайықты болыңдар. Өйткені бізден алдыңғы үмметтер мың жылдап өмір сүрген, ұзақ өмір сүрген. Ал біздің үмметке қысқа ғұмыр нәсіп етілген. Яғни қысқа ғұмыр, қысқа ғана уақыт құлшылық қыласың да, бірақ үлкен нығметтерге қол жеткізесің деген сөз. Жақсы, бүгінгі хадис сабағымыз аяқталды. Осы хадис сабағымызға қатысты сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Дұға жасағанда ол жерде салауат айтылады. Имам қол жайып дұға жасап отырды ғой. Ол кезде біз қол жаймаймыз. Тек салауат айтсаңыз болады. Қол жайып. Енді имам дұғада отыр ғой, енді құтпада отырған жоқ қой. Дұғадан кейін екінші құтпа басталады ғой. Сол кезде үндемей тұрасыз, тыңдайсыз. Иә. Енді дұға жасамайсыз ғой, салауат қана айтылады, болды. Кейбір адамдар имам отырып дұға жасаған кезде кейбір адамдар қолдарын жайып дұға жасап кетіп жатады. Сосын имам тұрғанда да әлі дұғасын бітірмей жатады ана кісілер. Яғни сол дұрыс емес негізі. Жалпы қол жайып та дұға жасауға болмайды ол жерде. Имам қайтадан орнына тұрған кезде де бірден тілмен айтып жатқан зікірлерін тоқтатып, жаңағы имамның құтпасын тыңдау керек. Өйткені жаңа айтты ғой, сөйлеуге, басқа нәрселер айтуға болмайды. Жақсы, тағы бар ма сұрақ? Да. Жоқ, енді білмеймін, ол қалай зікір етеді соны. Енді Құран аяты ғой, иә.
жақсы игі істермен толтырып игі амалдар соны өзгерту үшін айта аламын. Иә, енді жалпы сана берді ғой бізге. Иә, дұрыс, өзіңді өзің былай мотивация жасап, сол жағынан айтуға болады, иә. Бұл дүниеге ойнап көру үшін, қызық көру үшін келген жоқпыз ғой. Мақсатымызды, міндетімізді орындайық, мақсатымызға қол жеткізейік деген сияқты өзіңді өзің мотивация жасауға болады, осы аятты оқу арқылы. Дұрыс болады, дұрыс болады. Жақсы. Дұрыс, иә. Дұға жасайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля саййидина Мухаммад. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربنا الكريم, Аллахым, біз өз-өзімізге зұлымдық қылдық. Егер сен бізді кешірмесең, сен бізді мейіріміңе алмасаң, әлбетте қасіретке ұшыраған қауымнан боламыз. Я архамар рахимин, біздерді кешіргейсің, біздер өз мейіріміңе алғайсың. Я Раббал Карим, Аллахым, қиямет күні жүзіміз арқылы сынырымыз толық қыласың, амал-дәттеріміздің оңғымыздан беруін нәсіп еткейсің. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля саййидина Мухаммад би рахматика архамар рахим. Аллаху акбар.